Сәлем достар, әріптестер. Біз Excel курсын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде 4-ші сабақ автосохранение және быстрый буфер обмена деген қарастырамыз. Так, быстрый доступ, буфер обмена деген қарастырайық осы сабақта. Автосохранение деген өздерің білетін шығарсыз. Сіз файлмен жұмыс жасап отырасыз да бір кезде жауып қаласыз и не сақталмайды файл. Или свет өшіп қалуы мүмкін, файл сақталмайды. Excel'де автосохранение деген функция бар. Оны қарау үшін файл, параметры, сохранение. Им жерде тұрады. Автосохранение каждый 10 минут. Оны өзгертуге болады. Бірақ та егер де аз қойсаңыз, онда оперативкаға көп нагрузка түседі да, кішкене тупить табуы мүмкін Excel. 10 минут өзі может. Егер ыңғайлы болса 5 минут қоя аласыз. Оны өз жағынан қарайсыз. Егер де бір файл сақталмай қалса, онда осы адресмен табуға болады. Оны қалай іздейміз? Осыны копировать етеміз. Проводникті ашамыз. Сізде көрінбейді проводник қазір. Демонстрация қосылады. Проводникті ашамыз. Осы жерде өшіреміз да, жаңағы копировать еткен файлды қоямыз. Осы жерде біздің сақталған файлдар болады. Аз қайтадан көрсетейін. Так, Excel'ден осы жерде сақталады. Осыны копировать етіп аламыз. Копировать етеміз. Или Ctrl-C, Ctrl орысша буква С и английский буква С аламыз. Сосын проводник өтеміз. Жерде өшіреміз. Ставить басамыз. Или Ctrl-V, английский V. Осылай өтеміз да, осы жерде біздің файлдар сохранить етіледі. Версиялары 15.14-те сохранить етілді, но 20.53-те сохранить етілді версиясы. Және де осы жерде Word-да файлдары сохранить етіледі. Уақытша автосохранение. Осылай восстановить етіп алуға болады. Тағы да бір көрсететін быстрый кнопки деген функция. Өте керек функция. Мысалы, сізге мына жерде не жасау керек? Бір функция бар, соны көп қолданасыз. Мысалы, осындай список болады. Маңызды емес. Осыны сізге сортировка жасау керек. Сіз оны осылай выделять етесіз да, данныйға кіресіз, сосын былай сортировка басасыз. Бірақ та оны осы жерге шығарып қойға болады. Оны қалай шығарамыз? Мысалы, кез келген кнопканы осы жерге шығаруға болады. Оны шығару үшін другие команды кіреміз. Ona списоктан жаңа біздің сортировканы тауып аламыз да, добавить етеміз. Менде уже дайын тұр. Сіз өзіңізге керек функцияларды осылай добавить етіп алуға болады сізге. Осы жерден ыңғайлы жерде тұрады. Сосын осылай қайтадан жазайық. Бесік сандар 5, 8, 9, 11, 111. Осыны сортировка жасау үшін осы кнопканы баса саламыз. Немесе осы кнопканы баса саламыз. Осылай шығарып қойсаңыз керек функцияларды тез-тез жұмыс жасайсыз. Мына функцияларды іздеуге уақытыңыз кетпейді. Осымен 4-ші сабақты да аяқтайық. Қысқа сабақтар болсын. Тез түсіну үшін келесі сабақтарда кездескенше